Мен Әшімов Еркебұлан Сейінұлы, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Сарытерек ауылының Жабоскин Спаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 3-ші сынып оқушысымын. Абай Құнанбайұлы қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соғыр мақау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, кірі құдан қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңданылды. Бұрандай бұрқ сарқ етіп долданғанды алты қанат ақырда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қабаттап киген малшы бет қарауы шыдамай теріс айналды. Қар тепкінге қыжмас қайран жылқы титығын құруына азақ қалды. Қармен бірге тұмсығын салды қасқыр. Малшыларын қорқылма, итке малды. Сонға малды жайып күзетіңдер, ек өлтірмес қайрат қол босқа малды. Ет жегенше қолында бай қалай жесін, қор жібермін, ант тұрған кәрі шалға.